Бәріңе сәлем, ашық аниме әлем, әдемі аниме табиғат, аниме персонаждар, түрлі аниме квесттер, бұның барлығы 2020-да өзінің танымалдығының шыңында болған Genshin Impact'та. Немесе барлығына танымал аты Genshin Infarct. Бұл ойын осы хейтерлер қойған атауды қалай алды? Сол туралы бүгін айтатын боламыз. Бұл ойынды мен өзім ойнамадым деп айтпаймын, все-таки бәрібір өз танымалдылық кезінде неге адамдарды бұл говно сонша тартады деп кірген кезім болды. Спойлер, 5 минут ойнап жалығып өшіріп тастадым. Даже Genshin Impact жайлы мен превью жасап видео түсірейін деп қалған болатынмын. Бірақ қазір оны түсірмегеніме шүкір деп ойлап жүрмін. Одан кейін все-таки мен бұл ойынға қазір не болып жатқанын зерттеп көріп едім, және менің байқағанымдай бұл ойынды қазір гейлердің ойыны, анау-мынау деп айтатындар TikTokта, YouTube'та және тағы да басқа соцсеттерде өте көп. Сондықтан осы видеода біз Genshinнің қалай құлдырағанын және сол ойын үшін бір балаға жабылып кеткенін жайлы айтамыз. Енді көп сөйлемей видеоға кеттік, короче. Білмейтін адамдар үшін түсіндірейін, Genshin Impact'ты miHoYo деген разработчиктар жасаған. Бұл ойынды сендер телефоннан, ПК-дан және өте біртүрлі болса да PS4, PS5 және Nintendo'дан ойнай аласыңдар. Ойынның болып жатқан аймағы Тейват деген сиқырлы әлемде болады. Сен ойынға кірген кезде өзіңе саяхатшы рөлін аласың. В принципе, осы ойынның мақсаты әр жерде жүріп, түрлі жұмбақтарды шешіп, сюжетті ашу. Genshin негізінде құлдыраған жоқ, қазір ғана құлдырады деп айтты демеңдер. Егер де статистикаға қарасақ, қазіргі күнге дейін Genshin'ді ойнайтындар бар екені көрсетіп тұр. Даже Google Trends'те бұл ойынды әлі күнге дейін іздейтіні белгілі. Ал Қазақстан жайлы айтсам, әрине 2020-да Genshin ойнағандар болған, бірақ ол кезде Қазақстанда Genshin'нан бөлек басқа ойын қатты танымал болды. Бұл Free Fire. Ол кезде Free Fire ойнаған қазақтарға Genshin Impact деген не деп сұраса, алок жіберші, алок деп жауап беретін еді. Эх, ностальгия. Сол үшін бізде Genshin Impact где-то 2021-дің ортаңғы жағында танымал болған. Давайте сол кездерден бастайық. 2021-де TikTok'та ашқанда Genshin туралы әртүрлі мемдер, гайдтар және тағы да басқа заттар толып тұрды. Ол кезде даже Genshin ойнаған достарым да болған. Мені де бұл ойынға тартқан кездері болған. Сол кезде мен түсінбейтінмін. Бұл ойында қандай мотивация, типа ранг дамыту екен түсінікті, әрине, бірақ смысл қандай? Ойынды бастайсың, NPC-лармен төбелесесің, өзіңе жаңа скиндер аласың, сосын сюжетті өтесің, жүресің, қыдырасың, болды. Шынымды айтсам, бұл ойында даже сюжет те жоқ, түсінесің ба? Бұл туралы мен айтқан жоқпын, оны сол ойынды ойнап тастап кеткен комьюнити айтты. Оказывается, менің байқағаным, ол кездегі адамдарды бұл ойынға тартқан аниме стильмен әдемі табиғат екен. Себебі ешқандай мотивациясыз какой-то ботпен төбелесу маған да қызық емес болар еді. Мысалға келетін болсақ, любой сюжетный ойында NPC-мен төбелессең, сюжеттің жаңа бөлігін ашу үшін болады. Ал онлайн ойындарда сюжет жоқ болғандықтан ол жерде сендер шын игроктармен атысып қырылысасың. Типа ойын кімнің мықты екенін көрсету үшін. Genshin'да болса ондай заттың ешқайсысы жоқ. Онлайн дейтіндей ол жерде PvP жоқ, боттармен төбелескенде сюжетсіз қандай мақсатта төбелесетіні белгісіз. Ал сендер ойындағы керекті заттарға десеңдер, ол жердегі заттар егер де ойынның смыслы жоқ болса, ештеңені шешпейді. Даже осындай мотивсіз ойынның өзі бүкіл әлемді жаулап алды. Бірақ осы танымалдылық шатырды тайдыртатын хейтерлерді оятты. Брюс Ли шындықты айтқан, егер де сенің мазгаңды көп адам итере берсе, онда сен барлығын дұрыс жасап жүрсің. Маған сенбесеңдер, мен қазір сендерге Reddit-тағы Genshin ойнаған балаға буллинг жасаған туралы историяны айтайын. История өте қысқа, ол былай басталады. Қысқасы, адамдармен сөйлесуден қорқатын адам, яғни интроверт, барлық мықтылығын жинап геймерлердің кездесуіне барады. Бұл жердегі адамдар көбінесе CS:GO, Dota, League of Legends сияқты ойындарды ойнайды екен. Сосын ол адамнан біреу сен қандай ойын ойнайсың деп сұрапты, ал ол Genshin деп жауап бергенде барлығы қоршап алыпты. Типа бұл ойынды тек педиктар ойнайды деп. Жан-жақтан бұл адамға тиісіп, Genshin педиктардың, гейлардың ойыны деп қоймаған екен. Содан кейін ол адам бар күшімен үйіне қашып, түні бойы ұйықтамай сол туралы ойлап шыққан. Байғұс өзі итак адамдармен сөйлесуге қорқады, ал мына жерде вообще жабылып кеткен. Және астына енді мен ешқашан геймерлердің кездесуіне бармаспын деп жазыпты. Менің ойымша бұл история өтірік сияқты, себебі егер де шын өмірде геймерлер кездесетін болса, өзімен өзі бір адам какой-то Genshin ойнаған үшін тиісетіндей, ол адамның либо миы дамымай қалған, либо қызы. Мен мысалы әрине Free Fire'ды жамандаған видеом бар, бірақ ол жерде айтқан факттарды білсем де Free Fire ойнайтын адамдармен қырылысып жүрмеймін. По-любому кез келген басында миы бар адамға қай адам қандай ойын ойнайтынына поебать. Ал Genshin Infarct жайлы айтсам, ол ойынның задумкасы өте жақсы сияқты, себебі кейбір адамдар бұл ойынды табиғаты, аниме персонаждары және өмірін қысқарту үшін ойнайды. Бірақ лично маған бұндай жанрдағы ойындар ешқашан ұнамаған, себебі мен сюжетке жақынырақ адаммын. Даже геймплей говно болса да, сюжет норм болса, ойын маған жақсы көңіл күй сыйлай алады. Жарайды, мен қойш, менен басқа адамдарға осындай қыдырып жүретін Elden Ring сияқты геймплейдағы ойындар қатты ұнайды. Ал Genshin болса еще аниме стильде. Бірақ осыншама идеальный болса да, адамдар бұл ойынды хейт жасауға қандай себептері бар? Олардың ең бастылары 4 пункттан тұрады. Біріншісі система гача. Система гача деген не екенін білмесеңдер, ойындағы капсулалар, анау-мынаулар. Бұндай система почти барлық ойындарда бар. Бұл система типа лутбокс, кейс және пагашу системасына ұқсайды. Қысқасы, ақша төлейсің, кейс ашасың және саған жаңа персонаж түседі. Бірақ Genshin'дағы бұл системаның басқа ойындардан айырмашылығы мынада. Мысалы, басқа ойындарда сол кейсті ашпай-ақ сен сол заттарды магазиннен сатып ала алатын болсаң, Genshin'да осы капсуланы ашпасаң, сенде ол персонаж ешқашан болмайды. Еще ол персонаж саған вообще түспесе, оны ақшаға да сатып ала алмайсың. Былай айтқанда, ойында барлығын ақша
шешеді. Еще система гача басқа ойындарда жай ғана дополнение, бонус сияқты болса, Гейшинда маңызды персонаждарды фарм жасайтын система болып саналады. Короче, сендер түсініңдер. Екінші пункт смола системасы. Смола деген ойындағы маңызды керекті ресурс. Бұл ресурспен ғана игрок подземелье, аномно сияқты квесттерге кіре алады. Ал смола бітіп қалса, ешқандай заданияны орындай алмайсың, бірақ бір жаман жері смоланы алу үшін де сенде екі ғана способ бар. Біріншісі күтесің, типа Shadow Fight-тағы энергия сияқты уақытпен ғана қалпына келеді. Еще Геншинда Shadow Fight-тағыдай уақыттың настройкасын ауыстырып энергия толтыра алмайсың, себебі бұл онлайн ойын. Екінші способ ойынға донат жасау. Бұның кесірінен енді сен шын ақшаны құрту керексің. Былай айтқанда донатсыз ештеңе шешілмейді. Осының кесірінен де ойын көп хейтке ұшырады. Үшінші пункт шығарған қайталана беретін ойын процесі. Бұндай затты сен ойынды ұзақ ойнағаннан кейін байқайсың. Мысал, сол баяғы ұқсас задание, сол баяғы бар ананы өлтіріп кел, бар мына затты алып кел деген сияқты. Егер де ойында осындай процесстер байқалса, әрине ешқандай адамға бұл қатты кайф әкелмейді, сондықтан да Гейшин инфаркт болады. Төртінші пункт сол бағаналы бері байқаған донатная система. Дамығың келе ма? Ақша бер. Жаңа персонаж керек па? Ақша бер. Смола керек па? Ақша бер. Кайфовать еткің келе ма? Ақша бер деген сияқты. Типа бұл былай қарап тұрсаң, Қазақстан на минималках, барлығын ақша шешеді. Бірақ бұл и так түсінікті сияқты, ойын тегін болғандықтан достойный болуы да қиын. Алайда осының өзінде бұл ойынды жамандау керек деген сөз емес. Ойыны ұнамаса ойнамай қой, ал ұнаса оны ешкімге ойна деп айта берудің керегі жоқ. Әр адамның талғамы әртүрлі, әсіресе Геншин тегін ойын болғандықтан осындай болатыны и так та белгілі. Донатсыз оның разработчиктары қалай нанға ақша табатынын ойланыңдар. Сен оны даже сатып алып жатқанда жоқсың. Хейтерлердің де пайда болуы тек интернет пен потоктың арқасында. Интернетте адамдар бір-бірімен қалай сөйлессе де, ол жерде барлығы анонимно болғандықтан ешкім ешкімге ондай қатты ештеңе істей алмайды. Сондықтан да осы Геншиннің фанаттары хейтке ұшыраған болатын. Бұндай хейт барлық жанрда бар. Мысалы, сол мен өзім ойнайтын барлығыңа белгілі CS:GO-ды айтайын. Бұл ойынның хейті вообще түсініксіз. CS:GO байқұсты ойнайтын комьюнитиінің өзі әр сәтсіздік болған сайын ойынды ренжітеді. Еще TikTokта түрлі хейтерлерді көреміз. Біз мысалы, егер де дұрыс ойнай алмасақ, ойын говно, оқтар тимейді, ойын құртылып кеткен, анау-мынау деп жалғастыра береміз. Ал TikTokта вообще какой-то телефондағы стендоффпен салыстырады. Бірақ прикол мынада, CS:GO туралы айтсақ, ол тарихи 2000 жылдан бері келе жатқан 1.6 CS-тің келесі бөлімі, киберспорттың бір жанры және миллиардтаған аудитория ойнайтын ойын болса, стендоффтың артықшылығы Google Play-дағы CS:GO-ға ұқсас ойын болды. Бұның барлығын не үшін айтып отырмын десеңдер, Genshin Impact-та да именно осындай хейт жасайды. В основном анимемен салыстырады, типа аниме персонаждарды 3D қылған жаман дейді. Мен түсінемін, бірақ та может ойын гейский сияқты болып көрініп, ал аниме нағыз еркектерге арналған произведение болып саналса, оны да осы тура Genshin сияқты TikTok пайда болмай тұрып хейт жасамас еді. Даже анименің хейті Genshin'дікіне қарағанда қаттырақ болды. Егер де Genshin'нің хейті какой-то TikToктың диванный критиктарының бос әріптерден құралса, анименің хейті уже real лайфта PvP-ға алып келді. В основном ол PvP-да анимешникті жабыл бұратын. Қысқасы сендер түсініңдер, бұл өмірде ешқандай жаман зат болмайды, барлығы тек адамның миында. Ол адам миын қай жаққа дамытады, соған байланысты. Егер де сен ситық болсаң, кез келген ойында хейт жасайсың, ал егер де сен джедай болсаң, тек барлық заттың плюсын айтасың. Геншинді Гейшин қылып жүрген де сол TikTok. Толығырақ айтқанда, TikToктың 12 жасқа толмаған хейтерлері. Бірақ сонда да ойын шынында өте скучный. Мен сияқты сюжет дрочерлер ойнай алмайды. Әсіресе сен қымбатқа видеокарта аласында, ол видеокарта барлық мықтылығымен жұмыс істемесе, неге бұны сатып алдым деп те ойнамайтындар да бар. Бірақ бұл факторлар ойын гейлерге арналған деп айтпайды. Жай ғана назар аудармай өтіп кете берсек болады. Хейтерсіз бұл Геншинді және әлемдегі барлық танымал проекттерді біз білмес едік, сондықтан да хейт жай ғана сенің карьераңдағы буст. Қысқасы, видеода мен сендерге өмірге деген мораль беріп, осы видеоның тақырыбын аштым деп үміттенемін. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Осымен видео аяқталды. Давайте, гей болмаңдар.